Жоқ, Мекер, мүмкін емес. Сен алар емеспін. Мен оның бұрыннан танимын ғой. Оның әкесі өмір бойы менің әкемнің қол астында және саяси партиямызға да... Ой, блин, не дейді? Адал қызмет етті. Әкесі өмір бойы менің әкемнің қол астында және саяси партиямызға адал қызмет етті. Енді Таркашта сөйтіп жүр. Оны өзің де білесің. Сен оның біреумен жаңа... Оны өзің де білесің. Айтшы, сен оның біреумен жаға жыртысқанын көрдің бе? Айтшы, өз басым көрген емеспін. Ай, блин, мен қысқартып жіберіппін оны жер. Өзің де білесің. Айтшы, сен оның біреумен жаға жыртысқанын немесе біреуге дөрекі сөйлегенін көріп пе едің? Өз басым көрген емеспін. Сарапчыт, неге түсінбейсіз? Неге? Сарап. Фираспур кеңсесіне хабарластым. Поштаны ертең жібереді екен. Жақсы. Жақсы, Сарап. Басқа жұмыс болмаса, мен үйге қайта берсем деп едім. Рұқсат па? Әрине, Таргаш мырза. Рахмет. Ол сыпайы адамның кейпін танытып жүр. Шын мәнінде кәдімгі жауыз. Адам деуге келмейді. Мені түсінуге тырысыңызшы. Мекер, сен алмай тұрмын, мүмкін емес. Менік сонда өтірік пе? Сарапчыт, ол осы уақытқа дейін әйелін соққыға жығып келген. Ол аздай, қызын да сабайтын көрінеді. Та-та-тай, 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 та-та-тай. Та-та. Рито, қызым, қазір әкең келеді. Билеп жүргеніңді көрсе, бәлеге қаларымыз. Сен былай істе, әшекейлеріңді шеште, тығып қой. Жарай ма? Шеше ғой. Уайымдамаңыз, апа, әкем келсе, көліктің дыбысын естиміз ғой. Келген бойда әшекейімді тығып қоям. Шын айтам. Риту, табылған ақыл. Керемет жарасады екен. Тағып ал деп апаң айтты ма? Жоқ. Риту, бар, бөлмеге бара ғой. Өтінем, шыңғырсам да, жыласам да, бөлмеден еш шығушы болма. Жарай ма? Мекер, таяқтың екі ұшы бар. Неге түсінбейсің? Білем, Сарапчыт, бірақ мұнан айтыңызшы. Әйелі қараптан қарап, күйеуіне жала жаппайтын шығар. Мекер, мені де алаяқтық жасады деп айыптады. Сол рас болып шықты ма? Біз жағдайды бір жақты көріп, өз ойымызды аяқты айтқанымызбен